Ассалаумағалейкум армысызда адақты ағайындар, құрметті естівченен әмбебаптық YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін үшінші шығарылымызды бастағалы тұрмыз. Мемлекеттер арасындағы әлемдегі ең суық астаналар айдан назарларыңызға ұсынамыз. Сіздерге қызық болса, біздің видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір алдарыңызда мемлекеттерді тізбектеп зерттедік, және олардың ішіндегі ең суық астаналарды 7-ге бөліп қарастырғандығымызды сіздерге айтқымыз келеді. Әрине, сіздер үшін еңбектеніп жатырмыз. Көріңіздер, баға беріңіздер. Алдарыңызда ең суық әлемдегі астаналар тізбегі. Нөмір 1. Монғолия. Астанасы Улан-Батор. Улан-Батор Монғолияға тиесілі әлемнің ең суық астанасы. Миллион тұрғыны бар қала Тул өзенінің аңғарында және теңіз деңгейінен 1300 метр биіктікте орналасқан. Астананың климаты таулы және күрт континенталды. Қаладағы ең суық ай қаңтар айы, себебі қаңтар айындағы ауа температурасы -40 градустан төмен көрсеткішті көрсетеді. Ал Астанадағы ең суық ауа райы -42,2 градусты көрсеткен. Құрғақ ауа райының арқасында Астананың аязы басқа қалалардағы аязға қарағанда оңай өтеді. Жаз маусымында Улан-Баторда өте ыстық, себебі ауа температурасы +39 градусты көрсетуі мүмкін екен. Әлемдегі ең суық астаналардың қатарында екінші орында алатын Қазақстан. Қазақстанның астанасы Астана. Астана еліміз Қазақстанның астанасы, және қысы әлемдегі ең суық қыстардың бірі болып саналатын астаналардың бірі. Миллионнан астам тұрғыны бар қала Ақмола облысының аумағында, елдің солтүстігінде орналасқан. Климаты күрт континенталды. Қысы өте ұзақ, аяздары өте суық. Қалада тіркелген максималды суық ауа температурасы -52 градусты көрсеткен. Астанадағы қолайсыз ауа райы жағдайына байланысты қазіргі уақытта ағаш отырғызу түрінде жасыл қабырғаларды орналастыруды жүзеге асыратын ауқымды жоба бар. Жазда Сібір аяздары құрғақ жазға ауыстырылып, температурасы 42 градус Цельсийге дейін жетеді. 3. орында Ресей. Астанасы Мәскеу. Мәскеу әлемдегі ең суық астаналардың бірі және Ресейдің басты қаласы. Мұнда климат қалыпты континенталды, айқын маусымдылығы бар. Жазда бұл жерде салқын болмайды. Астанада белгіленген ең жоғарғы температура +38,3 градусты көрсеткен. Қысы өте суық, жиі -30 градусқа дейін төмендейді. Мәскеудегі ең суық көрсеткіштер өткен ғасырдың 40 жылдарында қаңтар айында тіркелген. Ол кездегі суық -42,2 градусқа жеткен болатын. Ал 4. орынды қамтитын Финляндия. Астанасы Хельсинки Финляндия елінің ең ірі қаласы әрі астанасы, сондай-ақ әлемнің ең суық астаналарының қатарына кіреді. Қалада 500,000 адам өмір сүреді. Бұл жердегі климат теңіздік және құрлықтық климатқа ұқсас келеді. Қалада қатты суық сирек кездеседі, бірақ ауа температурасы қыс айларында -35 градусқа дейін жетуі мүмкін, ал жаз айларындағы ауа температурасы +30 градустан аспайды. Исландия. 5. орында. Астанасы Рейкьявик әлемнің ең суық астаналарының қатарына кіретін Исландияның астанасы. Бұл қала мұхиттық климат белдеуінде орналасқан. Рейкьявик біздің топтағы басқа астаналарға қарағанда жылы жер. Қыста ауа температурасы 20 градустан төмен болмайды. Ал жаз айлары бұл қалада салқын. Тек шілде айында ғана ауа температурасы 28 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Жаз айларының басқа уақыттарында бұл қаланың ауа температурасы 8 градустан көтерілмейді. Келесі суық астаналардың қатарын алып жатқан Эстония. Астанасы Таллин. Таллин Эстонияның астанасы мен ірі қаласы. Ол Финляндия шығанағының жағасында Эстонияның солтүстік бөлігінде орналасқан. Бұл орта ғасырларда пайда болды, бірақ қазір ежелгі және қазіргі заманға аралас. Еуропадағы силикон алқабы деген атаумен ерекшеленеді. Таллин теңізде орналасуына және теңіздің әсерін жұмсартуға байланысты қыста суық. Таллинде ең суық айлардың бірі ақпан айы. Орташа температурасы -4,3 градусқа тең.
Бүгінгі біздің зерттеуіміздің ең соңғы 7-ші орында алып жатқан Канада. Астанасы Оттава. Оттава Канада еліне тиесілі әлемнің ең суық астанасы. Қаланың халқы шамамен 1 миллион адамды құрайды. 19 ғасырдың басында сарбаздар мен орманшылар үшін лагерь болып ашылған бұл жер кейіннен қала мәртебесіне ие болған. Оттава экологиялық аймақ, яғни екі климаттық аймақтың қиылысында орналасқан. Жазы өте ыстық, қысы өте суық. Оттава және де ең қарлы астана болып саналады. Қалада қыста ауа температурасы -11 градусты құрайды. Мінекей көрермендер, біздің видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.